Әссәламағалейкум баршаңызға. Егер сүттеріңіз үйде ашып кеткен болса, еш уайымдамаңыз, одан құймақ пісіруге болады. Мұнда 1 литр 100 мл қоюланып ашыған сүт немесе айранды алсаңыздар болады 1 литр. Кейін 4 жұмыртқа, 3 ас қасық өсімдік майы, татуына қарай 4 немесе 5 ас қасық қант саламыз. Оны араластырғаннан кейін дәмін міндетті түрде көріңіздер. Себебі ашыған сүтті қолдансаңыздар, ол сәл ғана қышқыл дәм беруі мүмкін. Кейін 1,5 шай қасық тұз саламыз да барлығын жақсылап араластырып алып, дәмін бір көріңіздер. Елегіштен еленіп дайын тұрған 800 грамм ұнды қасықпен жайлап салып отырып, араластырып аламыз. Ішінде түйіршіктері болмайтындай етіп. Көптеген қыз-келіншектер сүт сәл қышқыл бола бастағанда, немесе толықтай қою болып ашығанда, оны не істерлерін білмей жатады. Кей қыз-келіншектер жас төгіп те тастап жатады. Сол себептен оны төкпей, мен көптеген рецепттерімде сіздерге қалай пайдалану керектігін айтып отырамын. Мұнда қайнап тұрған ыстық суға 250 мл 1 шай қасық ас содасын саламыз. Кейін сүтіміз қою болып ашығандықтан оған тағы да 1 ас қасық ванильді қантты салуды жөн көрдім. Дайын тұрған сода салынған суымызды құямыз. Және де жақсылап тағы да 1 араластырып аламыз. Міне сәл қышқыл бола бастаған сүтті ірітіп, ақ немесе сары ірімшік жасасаңыздар болады. Міне сіздерге көрсетіп жатырмын қоюлығын. Ал толықтай қою болып қатық тәрізді немесе айран тәрізді ашыған сүттеріңізді құймақ пісірсеңіздер болады. Міне осы әдіс бойынша. Кейін табаларымызды сәл өсімдік майын жағамыз. Толықтай қыздырамыз да оттың астын орташадан сәл төмен немесе орташа етіп қойсаңыздар болады. Бір ожаудан қамырымызды сұйық құямыз. Құймақтың қамырын. Және бір қалыпты етіп табаға жайып аламыз. Табаларымыз қызып тұрғандықтан құймақ тез-тез піседі. Егер үлгермеймін десеңіз, бір табағада пісіруге болады. Егер тез пісіріп алуды жөн көрсеңіз, 2 немесе 3 табаны қыздырып, кезек-кезек құйып отырып жылдам пісіріп алсаңыз болады. Шамамен бір жарты сағатта барлық құймақты дайындап аласыздар. Бірінші құймағымыз бір жақ бетінен толық пісті, аудардық. Енді екінші құймағымызды да аударамыз. Таба толықтай қызып тұрғандықтан құймақтарымыз тез піседі. Соны ұмытып кетпеңіздер. Егер оттың астын баяу етіп қоятын болсаңыздар, құймақтарыңыз қытырлақ болып қатып қалуы мүмкін. Пісемін дегенше барлық ылғалы буланып кетіп. Сол себептен оны орташа немесе орташадан сәл ғана төмен отта пісіргеніңіз жөн. Міне бірінші құймағымыз дайын болды. Дәл осылай тез-тез құймақтарымызды құйып пісіріп аламыз. Және де айта кететіні, дүкеннен алынған сүттен ақ ірімшік жасауға болады. Ашып кеткен жағдайда, сәл қышқыл болған жағдайда, егер қатты қою болып ашып кетсе, одан ірімшік ірітудің керегі жоқ. Себебі ірімшігіңіз өте ащы дәм беріп тұрады. Сәл қышқыл бола бастаған кезде пісірсеңіз, қант салғанда білінбей кетеді. Ал мұндай болып қою болған
қою боп ашыған сүттеріңізді құймаққа міндетті түрде пайдаланыңыздар. Айран қосқандай өте дәмді, майда көпіршікті тесіктері көп құймақтар дайындап аласыздар. Және ыстық кезінде құймақтың үстіне сары маймен жағып аламыз. Баршаңызға ас болсын. Міне біздің әдемі көпіршікті, ұсақ нүктелері мол құймақтарымыз дайын болды. Ұнаса біздің YouTube арнамызға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Ұнаса лайк басып, өз пікірлеріңізбен комментарий бөлімінде бөлісіңіздер. Келесі ас мәзірінде кездескенше сау болыңыздар. Баршаңызға көп рахмет. Аспаз анадан.